Екінші сұрақ, мына бұл ненің, жаңағы сіз айтқаныңыз, ненің көрсеткіші? Өкінішке орай парламент өз бетімен, халық өз бетімен. Заңды қабылдағанда, заңнама ретінде кірген кезде ол газет арқылы жариялану керек. Ол ашық түрде талқылану керек. Жұмыс тобына әр адам кіріп, қатысып, талқылауға, өз пікірін ортаға салуға мүмкіншілік алу керек. Өкінішке орай бізде ондай жоқ қой. Сондай жұмыс тобына өздеріне лайықты, өзінің сөзін айтатын ғана адамдарды енгізеді. Или даже біз кірсек те бірнеше жұмыс тобына қатысам ғой, мысалы біз мына қоғамдық ұйымдар жөніне заңына қатыстық. Бірақ тыңдайды да, сен шығасың кетесің, олар өз бетімен өз шешімін қабылдайды. Және тағы бір қулық бар. Кейбір кезде бізге көрсететін құжатта жазған мәліметтері уже қабылданғаннан кейін бір-біріне керісінше болып шығады. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырған заң 15-ші жыл қабылдағанда сонда жағдай болып қалған деп өзім ойлаймын. Бірақ заң болса да заңды өзгертуге біздің мүмкіншілігіміз бар. Әр этапта заңға өзгеріс енгізуге болады. Сондықтан бүгінгі күнде мен өз ойым, мына зиялы қауымның қатынмен толық қолдаймын, ашық қатын. Екіншісі, жұмыс тобын құрып, альтернативтік осы заңға өзгеріс енгізіп, мына жерді сатуды тоқтату керек. Қараңызшы, 2003 жылы жер кодексі қабылданды. Міне уже 13 жыл, биыл 13 жылға толады, 30 маусым күні. Бірақ осы 13 жылдың арасында әр қалада тұратын адамға 10 сотка, ауылда тұратын адамға 25 сотка жерді беретін деп норманы жазған еді, бүгінгі дейін орындаған жоқ. 15 жылы мына нормаларды енгізеді, енді бәрі соған кірісіп, жерді сатуға кіріседі. Мына сауданы тоқтату керек. Халықтың бүгін мінезімен ойнауға тоқтату керек. Енді бүгінгі біз әңгімемізді жаңа парламенттің бір айлық мерзіміне арнап отырғандықтан, өзіңізге сұхбатымыздың қорытындысы ретінде бір сұрақ қойсам, жаңа парламенттің осы 30 күндегі жұмысын, сайлау өткеннен бергі 30 күндегі қандай бастамасы сізді қуантты, қандай ұсыныстарды сізді көңіліңізге тиді? Өкінішке орай қуантатын әлі нақты ештеме жоқ. Ал енді былай сынмен қарасаң, нақты объективтік түрде айтқым келсе, онда ең бірінші парламентке кім депутат болып келді деген мәселе бірінші. Біз сайлауда партияға дауыс бердік, содан кейін партия бюрода, өзім президиумында шешіп парламентке адам енгізгенін мен қарсымын. Менімше тізім ашық болу керек те, адамдар дауысты ашық тізімде кім парламентте болу керек екен, сол адамға дауыс беру керек. И парламентке келген адамдар халықтың нақты қалаулы болу керек. Сондықтан негізгі парламентке партиялық тізіммен сайлауды ашық тізіммен сайлау рәсімін енгізу керек. Ол бірінші. Екіншісі, парламентке келген кейбір адамдардың шыны керек өздерінің тәжірибесі де, өздерінің білімі де тайыз екенін. Мен қарасам, мен атамай қойын депутаттарды, бірақ кезінде Совет үкіметінде әлгі квота ретінде дояркаларды енгізгендей кейбір парламенттер сондай депутаттар парламентке еніп кеткенін көріп отырмын. Үшіншісі, осы парламентте, енді парламенттің жұмысына көп сын айтады. Бірақ осы парламентте өз-өзін көрсете алатын бірнеше депутаттар болды. Солар тізімнен шығып кетті. Солар тізімде жоқ, кірген жоқ. Бір-екі мен өзім айтамай қойын. Мен кейбірде біреуді мақтасам, оған керісінше содан кейін өзіне қиын болады. Оппозицияның біреуге мақтағаны сондай болады, сонда атамай қойын. Бірақ керісінше сол парламентте ештеме жасамаған. Халыққа не болмаса демократиялық қозғалысқа, демократиялық дамуға қарсы шыққан адамдардың сонда отырғанын бүгін көріп отырмын. Сонда бүгінгі өкінішке орай өздерінің сөзін сөйлейтін адамдарды ғана жинап отырған парламент қой. Бұл ненің көрсеткіші? Біздің билік, мына президенттік лауазымды несі өзгеретін өзі түсініп отыр. Соған дайындалып парламентте тыртпет дейтін адамдар топ отыру керек екенін дәлелдеп соған келді. Сол үшін досрочный выборға, досрочный сайлауға шықты. Сондықтан осы парламенттен өкінішке орай ештеме күтпеймін. Осы бір айда да ештеме әлі нақты көрген жоқпыз. И ары қаратай да бұл парламент нақты біздің халықтың мәселесі шешіледі деп мен ойламаймын.
Мәселен, жақында ғана Қазақстан халықтық коммунистер партиясының қазір хатшысы ма, Владислав Косырев мырза жер сатуға өзінің қарсылығын айтты. Сізді бұл таңдандырмады ма? Бұл ол кісі айтады ғой, енді коммунистер болғандықтан олардың кішкене өздерінің бағыттары болғай. Бірақ ол кісі біледі ғой. Бәрі коммунистер сол парламентте отырған біледі ғой. 7 мандатпен олар не шешеді? Айтады. Олады, енді коммунистер айтты екен, коммунистер қолда дегенде кейбір адам, қарапайым адам, нақты парламенттік жұмысты білмеген адам түсінетін шығар. Мен халық айтар едім. Парламентта бүгін Ақ жол партиясында 7 мандат, КНПК-да 7 мандат, қалған бәрі Нұр Отанда. Қалай Нұр Отан болады, солай болады. Сондықтан әр депутаттың айтқанына көңіл ескеріп қажеті керек жоқ. Бұл жаңағы сұрақына Фейсбукта біздің Фейсбук әлеуметтік желісіндегі Азамат Хайсин атты оқырманымыз қойған екен. Жаңа мен сұрақты соңына дейін оқып үлгере алмай қалдым. Коммунист Косырев жердің сатылымына қарсы шықты. 20 күні митинг жасамақ. Қазақстан халықтық коммунистік партиясымен ымыраға келуге болмай ма деп, осы жер сату мәселесінде коммунистермен сіздер бірге аласыздар ма деп сұрап отырса керек. Меніңше біргетін қажеті керегі жоқ. Неге десеңіз, жаңаға айтқан 7 мандат ештеме шешпейді. Түкті шешпейтін адамдарды қолдау көрсетуге қажеті керегі жоқ. Ол бір. Меніңше екіншісі, керісінше коммунистер өздері халыққа шығу керек. Халықтан көмек сұрау керек, қолдауын сұрау керек, басқа қоғамдық ұйымдарға біргейік деп соны жасау керек. Олар өз коммунистер, біз өзіміз шығамыз, өзіміз көрсетеміз деген, ол бір шектеуіл деген сөз. Бір пиар компания секілді болады, бірақ нақты шешімге өзгеріс жасаймын деген ықпал деп өзім ойламаймын. Ал сіз өзіңіз Қазақстандағы парламентаризм даму қорының жетекшісі ретінде осы жаңа сайланған депутаттармен жұмыс істеуге дайынсыз ба? Жоқ әлде мүлдем үмітіңіз үзіліп отыр ма? Мен қандай депутаттар болса да олармен жұмыс жасау керек. Бірақ қалай? Түсінетін депутаттармен кездегіп, оларға ұғындыру керек. Оларға хотя бы депутаттық салау жасастыру керек. Содан кейін жұмыс тобында өзіміздің көзқарасымызды мына өзгеріс арқылы енгізіп дәлелдеу керек. Ал енді олар қолдамаса, ол фракцияның несі деп фракцияға баға беру керек. Және парламентпен неге жұмыс жасау керек? Осы жұмыс арқылы, қарым-қатынас арқылы олардың бар қатесін көрсету керек. Олар өздері сол жерде жабық ғимаратта өздері отырса, біз олардың қателерін қалай дәлелдей аламыз? Сондықтан біз тек қана жүйеде анау мынандай әңгіме болмау керек. Біздің сөзіміз нақты да дәлелді болу керек. Ол үшін біз қандай заңдар парламентте қарастырылып отыр, ол заңдардың қандай плюс деген жағдайлар бар, минус деген жағдайлар бар. Онда қандай депутаттың қандай позициясы бар. Бүгінгі күнде өкінішке орай біздің мына парламенттің тәжірибесінде кім қалай дауыс беретінін біз білмейміз. Және популистік ретінде анамның сауалдарды нені естиміз, анақты жұмыс тобында қалай олар жұмыс істейді біз көрмейміз. Мен білемін, жұмыс тобына қатсаң, сол жерде депутаттың беті ашылады. Олар теледидардың алдында нелерінде, өзіңіздер журналист білесіз ғой, олар былай деп айтады, жұмыс тобында басқаша айтады. Сондықтан сол жұмыс топтарына қатысып, олардың нақты бетін ашуға тырысу керек. Халық білу керек. Және біз депутаттардың алдында мына қоғамның нақты мәселелері, азаматтардың халықтың мәселелерін көтеру арқылы, депутаттарға өзіміздің қоғамдық сауал жіберу арқылы оларға баға беру керекпіз. Мысалы, кейбір депутаттарды тағы атын атамай қойып, мына ағаны мен қатты сыйлаймын, осы ағаның парламентке келгені жақсы болған дегенді мен оқып отырмын. Сол жақсы көретін ағаларын табып, соған, мысалы, осы жер мәселесі жөнінде қазір сауал беріп жатқан жігіттер қаншама? Солар неге мынау үнсіз қалды, неге мынау үнсіз қалды деп айтып отырғаны. Сондай іс-әрекет арқылы, қысқаша айтқанда, парламенттің жұмысын мониторинг өткізу керек, бақылау өткізу керек. Бақылау арқылы олардың дұрысын да, бұрысын да халыққа жеткізу керек. Дәреш Қалыбекқызы, тура сіз айтып отырған мәселелер бұрыннан бері айтылып келе жатыр. Бірақ соны сіз айтып отырған, сіз көтеріп отырған осы мәселе жаңа парламентті қадағалау, парламентке қоғамдық қадағалау, жаңа жұмыс тобына үкіметтік емес ұйымдардың қатысуы, соны енді іске асуға не кедергі?
Бұны іске асыруға көп нәрсе кедергі. Ең бірінші бюро пропусков деген бір тосқауыл бар. Сол арқылы парламентке көп адамдар кіре алмайды. Екіншісі, жұмыс тобына олар ашық түрде қатысам деген адамдар қатыстырмайды. Парламент ашық болу керек. Мысалы, шетелдікті алсақ, мына Қырғызстанды алсақ та, парламент ашық. Қай күнде келем десең, келіп, сол жерде болып жатқан жұмыс тобы не болмаса, пленарлық отырыс болса, соған қатысып, тыңдауға құқығымыз біздің бар, соған жағдай жасалмай отыр. Ешкім өте алмай отыр. Бүгін жай қарапайым адамдарды айтпай, қоғамдық ұйымдарды айтпай, бүгін бүкіл ақпарат құралдарының өкілдерінде реттеп аккредитацияны өткендерді кіргізетті, сенде де аккредитация жоқ деп кіргізбейді. Сондықтан бүгінгі күнде парламенттің ашық болу, нақты өзгерістерді заңға енгізіп, парламентке тікелей бақылау жасайтын жағдайды жасау керек. Ол халықаралық деңгейдегі жасалған. Мысалы, открытый парламент деген бүгінгі күнде халықаралық құжаттар бар. Сол құжаттармен жұмыс жасау керек. Біз сол жұмысты нығайтамыз деп отырмыз. Мысалы, мен мына жалпыұлттық социал-демократиялық партияға нақты өзім ұсыныс айтар едім. Бүгінгі күнде бұлар парламентке сайысына қатысты. Бірақ сонан кейін сайыстан кейін тоқтап қалмау керек. Келесі сайлауға дейін үнсіз қалмау керек. Сонан кейін халық оппозицияны сонан кейін сынға алады ғой. Бүгінгі күнде осы бақылауды жалпыұлттық социал-демократиялық партияда бастау керек. Олар өздерінің саяси оппоненттерінің бұрысын болса қолдау керек, жақсы болса, мынау жақсы деп объективті түрде айту керек, бұрысы болса сынға салып, сол арқылы халыққа нақты кім екенін дәлелдеу керек. Әлеуметтік желілерде тарап жатқан бір пікірлер осы жаңа сайлаған мәжіліс жұмысының көп сынға ұшырап кеткені, осы бір айдың ішінде бәленбай дауға іліккенін, парламенттегі, мәжілістегі пиар қызметінің жетіспеуі, пиаршыларының нашарлығынан деген бір ақталу сияқты, или болмаса бір түсіндіру сияқты пікірлер айтып жатыр. Сіз соған қалай қарайсыз? Бос сөз. Сол отырған парламентте өзінің пресс-службасы бар, сенатта да, мәжілісте, олардың сайты бар, олардың несі. Сайты тек қана қысқаша бір мәлімет береді. Мәліметте нақты ақпаратты ақтарып, дұрыстап, нақты жағдайын көрсетпейді. Керек қана нәрсесін ғана көрсетеді. Сол парламенттің отырған заседаниесі, міне, жаңа сіз отырғандай, тікелей эфирді неге көрсетпеске? Неге парламенттің кім қалай дауыс береді, соның нәтижесі неге жарияламасқа? Көп нәрсе бар. Істегісі келмейді. Сондықтан бұл бос сөз. Бұл негізгі нақты өздерінің ішкі саясаты. Парламенттің жұмысын тек қана өздеріне қалай ыңғайлы, солай ғана көрсету. Сондықтан бұл өздерінің саясаты деп түсіну керек. Сәрер Қалыбекқызы, уақыт бөліп сұхбатқа келгеніңізге көп алғыс айтамыз. Құрметті Азаттықтың көрермендері, осымен бүгінгі Азаттық лайфымызды аяқтаймыз. Ескерте кететіні, аптасына бір рет Астанадан Азаттық лайфты жүргізіп тұратын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.